Қысастық. Повесть. Шаңқай түс. Жанғабыл төренің ауылы. Бағланның былқып піскен сүбесіне бармақ батыра бергені сол еді, тыста ошақ басында қатын-қалаштың баж-бұж ете қалған оғаш даусы төренің тәбетіне тас атқандай жаман әсер етті. Майланып үлгерген балуан саусақтарын табақтан тез тартып алды. Қарсысында мүйіз сапты кездікпен ет турап отырған Қияспайға алара қарап, «Мына мұндарға не көрінді?» деді де иек қақты. Төренің қабақ құбылысын тап басудан жаңылып көрмеген Қияспай қолындағы кездігін қонышына сұға салып тысқа шығып кетті. Жанғабыл табаққа қол созбаған күйі оқтау жұтқандай кек жиып қалыпты. Екі құлағы тыстағы у-шуды аңдып міз бағар емес. Қияспай қайтып оралды. «Төрем, ауылға сері перілер келіпті. Қойдауыл шалдың жын қаққан немересіне ем-дом жасап жатса керек. Іштерінде жас пері балабақсы да бар көрінеді». «Балабақсы? Ол қайдан келді?» «Иә жәкесі, сол да бар көрінеді. Жерошақ басындағылар солардың ала бөтен пошымдарынан сескенсе керек». Төренің балабақсы атын естігенде-ақ ыршып түсуінің өзіндік мәні бар. Осыдан 2 жыл бұрын Қылды-қарауыл руының ақсақалы Қожан би қайтыс болғанда, жас пері балабақсыға кезігіп бал аштырған. Сонда төреге төбеден түскендей етіп, күндердің күнінде аштан өлесің дегенді балабақсы айтыпты деседі. Ол аздай өлген соң сүйегің қара жерден тұрақ таппайды. Табытың жерде де, көкте де болмайды. Елдің көз жасы жібермес сені. Саған да бір зауал келер дегенді қоса айтқаны рас еді. Қалың елдің ішінде көзін бақырайтып қойып айтқан осы бір ажалды сөз Жанғабылды қатты ашуландырған. Бұлқан-талқан болып тепсінген. 20 000 жылқы айдап отырған мені аштан өледі дегенің қай сандырағың деп мазақ етіп күлген. Жанын қинар тосын оқиға төре басында бүгінгі таңға дейін кезіккен де болған да жоқ. Басында күптене қалған көңіл алаңы уақыт өткен сайын ұмытыла бастаған. Сол бір көңіл көкжиегінен көмескі тартып ұмытыла бастаған түйткілді қайта тірілткендей. Балабақсы есімі төре үшін кәдімгідей соққы болып тигені рас. Төре ауылын жын-шайтанның ойнағына айналдырмақ болғандары қай басынғандары. Алжыған Қойдауылдың немересі құтырынды екен деп, ауыл қотанын жын-перлер ойнағына айналдырмақпыз ба? Бар, қуып жібер. Мақұл төрем. Қияспайдың сыртқа шығуынан үйге кіруі жылдам болды. Жәке, өзіңіз шықпасаңыз мені жолатар емес, деді ол. Қияспайдың өңі өрт сөндіргендей түтігіп тысқа шықты. Қойдауылдың қоңыр үйінің маңына қараң-құраң ауыл адамдары жиналып қалыпты. Төренің көзіне әлем-жәлем киінген сері перілер тобы сонадайдан оқшауланып көрінді. Қойдауылдың 4 қанатты құрым үйіне сыймаған соң, бақсылар тобы есік алдында зікір салып жатты. Төре келеді. Жәкеңе жол беріңдер, өңкей шуылдақ. Жол беріңдер ентелемей. Жә, зікір бітсін де. Дуылдасқан ауыл адамдары шапанының етегімен жер сыпыра екпіндей жеткен Жанғабылдан ығысып жол аша берді. Жасы 8-9 шамасындағы ұл баланы ортаға отырғызып қойып, шыр айнала зікір салып билегендер ішінде киім киісі алабөтен, еңселі ақсұр жігітте жүр. Балабақсы ғой мынау, деді төре іштей. Құндыз бен жиектеп тастаған 4 сай шошақ бөріктің үшкілдене біткен ұшар төбесіне қадаған ұлпа үкісі бұлғақ-бұлғақ етеді. Кең маңдай, тік қабақ, қошқар мұрынды бақсының тіктеп қадалса, өткір көзі өңменіңнен өтеді екен. Қолындағы бармақ басындай ғана жез қоңыраушалар ілінген аса таяғын аспанға зырқырата атып жіберіп, қалт шапшаңдықпен қайта қағып алады. Бақсы осынау топтың жетекшісі екендігін танытқысы келетін тәрізді. Қолдарына қобыз, домбыра, дабыл, асатаяқ ұстағандардың алдына түсіп алып, бір ырғаққа бағынған биін үдете түседі де, «Алла хақ, Алла хақ» деп айғайлап қояды. Даусы да ащы. Көк сауырлы шоңқайма етігімен құтырына жер тепкілеген ол бір уыс боп бүрісіп отырған балаға тап-тап береді. Екі қолын арбаңдата жайып жіберіп, сүф-сүф деп үшкірген болады.
Ұзын саусақтарын дірілдетіп, бөркін милығына баса киген баланың басын бүріп-бүріп өтеді. Бейне бір бүркіт секілді. Алла, мынау қайтеді жаным-ау, жүрегін жарады-ау сорлының. Өзі ессіз немені одан әрі шошындыратын болды-ау дескен жұрт жапырласып бақсы қимылына үрейлене қарап қалыпты. Ақ тер, көк терге түскен зікіршілер тобы балабақсының былқ-сылқ етіп, буын-буыны босап, бүк түсіп отыра кеткен сәтін күткендей-ақ екен. Билерін кілт тоқтатты. Бүгіліп барып шалқалай құлаған балабақсы бір сәт қимылсыз қалды да, сәлден соң ештеңе болмағандай сілкініп барып орнынан тұрды. Уа Қойдеке, сәтін салса немереңіз жазылып кетер. Үйге кіргізіңіз, деді ол Қойдауылға қарап. Содан кейін бұрылып жұртты қақ жара ентелеп келіп тоқтаған төреге назарын аударды. Төренің көзі тез тайды. Мына неменің көздері неткен өткір еді. Тірі пендеден ығынып көрмеген Жанғабыл жас періден шынымен-ақ сескеніп қалды. Тұла бойын суық тер қысты. Көкірегін өртеп, көмейіне тірелген зәрлі сөздер де лақ етіп ақтарыла қалмай, тіл ұшында күрмеле берді. Алла пірім деп төрені шыр қайналған Қиясбай да төре мен бақсының көз бағысып жақтырмағанын байқап, мына арбасудың арты жақсылыққа бастамасын сезгендей шыр-шыр етті. Тәйт әрі. Жанғабыл әлем-жәлем сері-перілер тобын шола қарап, жә өңшең шуылдақ. Ауыл үстін ақшаңдақ қылмай тараңдар деп, төре ауыл сыртын айналып өтер сүрлеу жолды нұсқады. Бұл ауыл жын ойнақтың ордасы емес. Сендер де итемей тараңдар. Төре жүзінде ызғар, көкірегінде ыза бар. Әй Қойдауыл, сен де алжиын деген екенсің. Ем-дом қонса баяғыдақ жазылмас па еді ана кешшең. Мына жын ойнаққа жол бергеніңді қалай түсінсек екен. Жанғабыл немересін жайғастырып үйден шыққан Қарашалға, Қойдауылға сыздана қарап көзін алайтты. Тек төрем, олай деме. Иншалла балабақсының емі зая кетпесе керек деп Қойдауыл қалбалақтап қалды. Иттің иесі болса түлкінің тәңірісі бар дегенді естімеп пе едің? Ауыл иесін иектеп, өз білгеніңді істер күнге қашан жетіп жүрсің сен сорлы? Уа төре, Қойдауылды бидайықша қуырғаныңнан табарың не? Ауылға ат басын әдейілеп бұрған біз едік деп, бұл жолы балабақсы сөзге араласты. Әдейілеп? Немене, әдейілеп келетіндей бұл ауылда кімдерің бар еді сонша? Төре қаһарына мінді. Себеп бар төрем. Себеп? 6 аласы 5 бересіміз жоқ ешкімде. Жын қуған сендерге тіпті де берешек емеспіз. Бар, тарқаңдар дереу шуылдаспай. Сізде үлкен дауымыз бар. Дау? Жанғабыл шұғыл бұрылды. Иә төрем, үлкен дау. Сіздің мойныңызда 2 жастың көз жасы бар. Астафиралла, не дейді мынау шұнақ? Ал айт бақсым. Уа жұртым, мына неме жәкеңе жала жауып тұр ғой. Бірдеңе десеңдерші деген Қиясбай терісіне сыймай ісініп тұрған Жанғабылдың тасасынан басын қылтыңдатып жер тепсінді. Балабақсының ақсұр жүзі қуарып, танауы желпілдеп кетті. Ақшаңдаған көздеріне қан толып, бойын билей алмай қалш-қалш етеді. Жә, жетті төрем. Бақсының қимылы шалт болды. Оң жағында отырған серіктесінің жалп-жұлп еткен сақалын жұлып алды. Бақсының қолында кеткен сақалды көрген жұрт жағаларын ұстасып, орталарына от түскендей жапырыла кейін шегінді. Алла, мынау жын шығар. Сақалда не құны бар? Осы пәле тегін емес, көз байлайтын сиқыр шығар. Ана сорлының сақалы қолында кетті ғой. Сеңсең бөрікті милықтата киіп, тұқжыңдап, төменшіктей берген қара сақалды әлгіндей болмай, жас жігіт болып шыға келді. Өз көзіне өзі сенбеген Жанғабыл 2 қолын ербеңдетіп шалқалай берді. Сухан, мынау бошан ба? Бошан, кәдімгі жылқышы бошан ба? Иә, соның өзі ғой. Бейбақ тірекен ғой. 40 таяққа қырын бермеген сорлының барар жері бақсы тобы болғаны да. Түлен түртіп мұнда неге келді екен деді жұрт.
Бошанға әрі таңдана, әрі тосырқай қарап қалды. Иә төрем, бұл Бошан. Оған несіне таңдана қалдың? Өткен күз есіңде болар. Өткен күз, неге есінде болмасын, бәрі есінде. Сол бір өткен күз демекші, Жанғабыл екі әйел алса да бір перзентке зартын. Інісі Байғабылдың да бұл жағынан шекесі шылқып отырған жоқ. Гүлжан деген жалғыз қызы ғана бар. Кезінде екі үйдің еркесі болып өскен сұлу қызға көз сүзушілер аз болмаған. Қалың қарауыл мен Айбынды Атығай руларының небір жайсаң жақсылары төре үйіне ат басын тіреп, Құдай қосқан құда болайық дескен тілектерін сан рет алға тартқан. Тумасынан өз басына адам теңгермейтін Жанғабыл шалқая шіреніп, салмақтана түскен. Меселі қайтып, таулары шағылғандықтан ба, бұл күнде Гүлжан атын атап, ат басын арнайы бұрып келетіндер қатары да сиреді. Төренің ерке қызы Гүлжан Жанғабылдың жылқышысы Бошанға көңіл ауды. Қыз өз ниетін босағасындағы жалшы келіншек арқылы жеткізген. Содан Бошанның Байғабыл ауылына баруы жиілеп кетті. Ақыры төрдегі төренің босағадағы төлеңгітке қыз бермесін жақсы білетін жылқышы жігіт Гүлжанды алып қашуға бекінген. Төре ауылы күзекке құлаған қарбалас тұсты пайдаланып, қос ғашық қашып шыққан. Бошанның келгіштеп кеткен суық жүрісінен көптен секем алып жүретін Байғабыл жалғыз қыздың ел естімес сұмдық іске қадам басқанын тез аңғарып, ағасына шапқан. Жанғабыл тұлан тұтты. Балақтағы биттің төске шыққаны ма деп тепсінген ол інісіне шүйліккен. Мал деп сенің де көзіңді шел басқан екен. Жалғыз қыздың басқан ізінен адасып не түлен түртті. Әй Қияспай, шақыр жігіттерді, тез атқа қонсын. Төлеңгітті не тірі, не өлі жеткізсін. Қарқарадай басымды босағаға сүйреткен қаншықты ат артына өңгерсеңдер де обалы жоқ. Төренің әмірі осы еді. Айтқан әмір, берген бұйрық екі болған жоқ. Келер күн-ақ Жыңғылдының сайында жатқан Бошан мен Гүлжан қолға түскен. Жалғыздың шаңы шыққан ба? Ұртажық қуғыншылармен жағаласқан Бошан соққыға жығылып, төре босағасына ессіз күйде жеткізілген. Есі кіресілі шығасылы болып жатқан сорлыға үстеме 40 таяқ соққызып, керегеге байлаттырып тастады. Гүлжанды Байғабылдың үйіне жөнелткен. Содан Бошан ай жатып ауыр соққыдан кеуде көтерер халге жетіп, мал соңына зорға ерген. Есіктегі құлға төре қызын құшпақ түгілі дәме етудің өзі күнә деп кесіп айтқан Жанғабыл, Бошанның сүйген қызға деген құштарлығына су септім дегенімен, жылқышы жігіттің Гүлжанға деген махаббат отын мүлдем өшіре алмаған. Ол бай босағасында жүріп, қызға қолы жетпесін білгенде, бір түнде қосты тастап қашып кеткен. Содан балабақсы тобына келіп қосылған. Ғашықтық зарын тартқан жігітке мүсіркеген бақсы күндердің күнінде төре алдына барып, тілегіңді жеткізермін дегені барды. Ондағы ойы, өз басымның биік беделін салсам да, байғұс жігіттің арман тілегіне қол жеткізермін деген. Төре де ақымақ емес шығар. Қазақтың тас түскен жеріне ауыр дегенін ұқпайды деймісің. Беті ашылған баланы оң жаққа отырғызып қойып, не опа таппақ. Теңін тапса тегін бер деген қайда. Тегін түптеп не қылмақ. Сол уәдесін орындар сәт бүгін туды. Қалш-қалш еткен Жанғабыл шегіншектеп барып босағаға соғылды. Құл неме, саған да желік кірген екен. Сол жолы ат құйрығына байлатып, жоқтауыңды бірақ асырмаған екенмін. Уа төрем, екі жасты қосқанның сауабы бар деген қайда. Өз үйін тамұққа айналдырмай, Гүлжан қызға азаттық бер. Бошанның да біздің де тілек осы деп, балабақсы басын қақшаң еткізіп көтеріп алып төреге қадалды. О заманда бұ заман есіктегі құл төрдегі төреге өз сөзін өткізіп беді. Ол тілектеріңді қабылдарым жоқ. Ауыл қотанында жынын шашқан бурадай зікір салып, жұртты шошытқан жын ойнақтарыңның бар бодауы сол болса, текке арамтер болыпсыңдар. Жөндеріңе кетіңдер. Менің соңғы сөзім осы. Ал Бошанға келсем, әй Қияспай,
Мына әумесердің жынын қағып алар жігіттерді шақыр, байлап тастаңдар. Жын ойнаққа қосылып, қалыңдығын дауламақ екен бұл неме. Уа төре, сүйгенінен айырып бір зарлатқаның да жетер. Азаттық бер басына. Жоқ, айттым болды, кестім үзілді. Өңкей жалаң аяқ әумесерлер төре ауылын мазақ еткілерін келген екен. Әй жігіттер, қимылдаңдар тез. Ақбоз үйдің тасасынан білек сыбанып шыға келген 4-5 жігіт Бошанды тарпа бас салып, дедектете сүйрей жөнелді. Ара тұрмақ болып ұмтылған балабақсыны өңменінен бір періп сұлатып салды. Жанғабыл төре бір ермек тауып алған. Балабақсыға деген ашу ызаны аяқ қолын байлатып тастаған Бошаннан алуға кірісті. Өз үйінің жел жағына дөңгелете кереге құрғызып, дәл ортасына қағылған қазыққа оны қыл арқанмен керіп байлаттырып тастады. Күнде азанмен өзі келіп, жалаңаш арқасына дүре соқтырады. Суылдаған көк шыбық Бошанның жонын осып-осып өткен сайын Жанғабылдың тілегі орындалғандай рахаттана түседі. Жалаңаш етке шып-шып тиген солқылдақ шыбық айызын қандырып, өзегін өртеген өшпенділіктің уытын қайтарғандай әсерленеді. Әй, төлеңгіт, қалай екен бақсылық? Төре тұқымынан қыз алатын немесің ғой, иттің баласы деп, кереге сыртында тұрып тепсінеді. Тепсініп тұрып, мына жазаланып жатқан Бошан емес, балабақсының өзі болса ғой шіркін деген ішкі бір тілек еміне түседі. Бүгін де іргеге құлақ түріп жатыр. Жел жақтан ыңырсып зарлаған Бошанның аянышты үні құлағына келеді. Мамық төсекте керіле түсіп тыңдайды. Аллай, қинадың-ау, көріңде өкіргір Жанғабыл, екі дүниенің қызығын көрме. Қайсың барсың, ағайын, мұсылман емессіңдер ме? Бір жұтым су беріңдерші деп күңіренген Бошанның күйікті зары құлағына жеткен сайын, төре жылқышы жігітке ғана емес, бүкіл әлемге өктемдігін жүргізе алар әміршідей сезініп, өзінен өзі сызданып салмақтана түседі. Төрем, мына бейбақты бүйтіп қорлағанша өлтіріп тастасаңыз етті. Ханша тоқал кейістік білдірді. Немене, құлағыңа жақпай ма төлеңгіттің тәтті күйі? Естір құлақтың есін тандырған үкім айтып, ел алдында етек асты еткен алаяқтың тобына қосылып, мені мазақтаған сұмпайыға бұл жаза ма? Төре тұқымынан шыққан қыздың қойнына қол салып, абыройымызды бір төксе, жын ойнаққа қосылып алып, тағы бір мазаққа барған есерді шірітіп өлтірем. Кімнің кім екенін танып біліп қойсын, деді ол. Орнынан тұрып, беті қолын шайынып тысқа шықты. Кереге жаққа көз тікті. Шалқалай жатқан Бошанның жырым-жырым шапанының қан қатып, сауыс-сауыс болған өңіріне үймелеген көк шыбын быж-быж етеді. Арса-арса етіп шыбық тілген омырау тұсындағы алақандай жара іріңдеп, күлімсі иіс қолқа қабады. Жанғабыл жылқышы жігіттің мына кейпінен жиіркенгендей теріс қарап кетті. Ау қияспай, атта кел деген ол үйге беттей бергенде, алдын кесе көлденеңдеп қойдауыл шал бөгей берді. Уа төрем, бір ауыз сөзге рұқсат бер. Жә, не айтпақ едің? Анау бейбақ Бошанның жайы ғой баяғы. Сорлыға салар салмағың, көрсетер қорлығың бітпеп еді, босатсаң етті. Салар салмақ, көрсетер қиянат, не тантып тұрсың, қойдауыл? Ел жақсысын жағадан алып, жерлеп жатса да, сен сығырға бәрі бір шамасы. Қай төлеңгіт төре алдын орап еді. Бұл да болса, қиюы кеткен заманның керенау шағы да. Әйтпесе, балақтағы биттің төске өрлер не жөні бар? Ел жақсысы деп кімді айтасың, төрем? Жақсылық пен жамандық, барлық пен байлыққа, күш пен білекке қарап бағаланса, сенікі жөндейміз де. Бірақ сорлы бейбақты қотаныңда күңіренткеннен жақсылығыңа жақсылық қосылмасын ойласаң керекті. Жә қойдауыл, Бошанның бодауын күйттейтін саған кезек келген жоқ. Сөзін кілт үзген Жанғабыл қияспай көлденеңдете берген көк жорғаға барып мінді. Алдымды орағандарыңның көретіндерің осы. Қалмақты ерге жайлы жайғасып, күміс қақтаған үзеңгіге шірене шалқайған төре шұғыл бұрылып жүріп кетті. Төре мен қияспай Жаншуақ ауылынан кештетіп оралды.
жол жөнекей бес шыбық қолтығында жатқан жылқыға соққан. Самалкөлге үйездей құлап келе жатқан жылқыға сонадайдан көз тастап тұрған Қияспай, пай жануарларым-ай деп сүйсіне таңдай қақты. Мырза, ана бір өңкей мақпал қара Бошан бейбақтың қосау шамасы. Жанғабыл Бошан есімін естігісі келмегендей сырт айналды. Әйтсе де көз жауын алар бір өңкей мақпал саяқ үйірін төренің өзі де іштей 10 сан қосқа тұрар бір төбе санайтын еді. Осыдан 2 жыл бұрын Бошан бастаған бір топ барымташыны қырға аттандырғаны есінде. 10 шақты күн жүрген олар үлкен қаройдан осы бір үйірді барымталап оралған. Кек қуып өш қайтармаса, ішкені жылмай ағатын төре бұл жолы да қаройдың қойнауына босқа алармаған. Алар кегі бартын. Жаншуақ төренің 90-ның 8-іне келіп өлген әкесі ордалының асында бәйге болып, Атығай қос дәулеттің бақай қарасы озып келіп, көз құртын қоздырып еді. Сонда Жанғабыл тұрып: «Әй қу-тақым қос дәулет, маңдайыңа жарты қоста жылқы бітпеген немедің? Мына жүйрікті қайдан тапқансың?» деп қыжыртқан. «Уа Жанғабыл, өзіңдей 20 мыңды айдамағаным барша ғаян. Сол 20 мыңнан бәйгеге қосар бір қыл құйрықты шықпаған соң күйініп тұрғаның болар. Ішің күйсе тұз жала. Мыңды айдаған баймын деп босқа күпінгенің кімге керек деп бетін қайтарып бастаған». Сол жолы Жанғабыл ішке кек байлап кеткен. Көп ұзамай қос дәулеттің қосынан осы мақпал қараның үйірін жырып әкетті ғой. Қияспайдың Бошанның қосы деуі де жөн. Қыз алып қашқан даулы оқиғаға дейін Бошанның қосына осынау мақпал қара үйірі келіп қосылған. Төре қара қосқа еніп жайғасты. «Мырза, Бошан бейбаққа азаттық берсеңіз етті. Бұл қос иесі әрі тәмам жылқышылардың ағасы Айтөстің тілегі еді. Малымның құты деп санайтын Айтөстің төтеннен қосылған тілегінен тіксініп қалса да, сыр бермей сызданған халықпен: «Айтеке, ол мұндардың елге салған бүлігі аз болып па?» деді жай ғана. «Әркім істеген қылығына қарай жазаланар болса, талайымыз бұл күнде жер басып жүрмес едік, мырза» дегенді Айтөс байыппен айтты. Жұта берген қымызы өңешіне кептеліп қалғандай Жанғабыл бөгеліп қалды. «Мына шалдың сөз саптасы қалай еді? Сондағы қылмыскері мен болғаным-ау». Төре үндеген жоқ. Бір аяқ қымызды тауыспай қайтарды да қостан шықты. Сол үнсіздікпен келіп атқа қонды. Ауыл төбесі көрінгенде барып Қияспайға бұрылып: «Жаңағы қымыз өңешімді жырып зорға өтті-ау» деді. Кермеге жетіп, аттан түскен төре тізгінді алып жатқан Қияспайға: «Анау Бошанды босатып қоя бергіз» деді де зілденіп үйге кірді. Бие сауым уақыт өтпей жатып, Қияспай төреге Бошанның жынданып кеткен хабарын жеткізді. Отырған орнынан ұшып тұрып есікке барған Жанғабыл далаға шығуға батылы жетпегендей кілт тоқтады. Әлденеден үрейленгендей екі қолы қалтырап жабыққа жармасты. Батып бара жатқан күннің алқызыл сәулесіне малынған алба-жұлба бір адам төре үйінің есік алдында меңірейе қарап тұр екен. Бұл ауыр азапқа шыдай алмай жынданып кеткен Бошан еді. Сақал шашы өсіп кеткен, үсті басы сауыс-сауыс. Кенет Бошанның өлі жанары Жанғабылдың жабықтан сығалаған ұры көзімен кездесіп қалды. Төре «Алла» деп шошынып кейін шегіне берді. Осы сәтті күткендей Бошанның төбе құйқаны шымырлатқандай сақылдаған суық күлкісі естілді. Төре әл үстінде жатыр. Басында құс жастық, астында сүйек төсек. Тоқалы ханшаға ымдап, кереге басындағы шарайнаны нұсқады. Алдына тосқан айна жүзінен өзіне бейтаныс әлдекімнің атам заманғы қуарып қалған бас қаңқасы ежірейе қарап қалыпты. Бұл шошынған жоқ. Қаңқа сүйек басқаныкі емес, өзінікі екенін біліп жатыр. Бір кезде айнаның беті жел үйірген көл суындай жыбырлай толқып кетті де, жаңағы қаңқаның орнына сақал шашы ұйпа-тұйпа біреу шыға келді. Келді де қандық саусақтарын арбаңдатып бұған тап берді. Өңешке қадалған тарамыс саусақтар сығымдай қысып әкетіп барады. Ақшаңдаған өлі жанарларымен үстіне төне түсіп, тістерін шықырлата сақ-сақ күлетін сияқты.
Аллай, тұншықтым-ау, өлдім-ау. Қара терге малшынған Жанғабыл шошып оянды. Жаңағысы түс екен. Көрпені серпіп жіберді. Қасында тоқалы ханша жатыр. Ештеңе сезер емес, тойған қозыдай. Төренің жыны келді. Өліммен алысып, жаны шошыр қасірет шегіп жатқанда, мынаның қаперіне ештеңе де кіріп шығар емес. Жанғабыл тоқалдың бүйірінен нұқып қалды. Ұйқысынан селк етіп оянған ханша, не болды сонша, деді тыжырынып. Ойпырмай, бір сұмдық түс көріп шошығаным-ай, деді Жанғабыл тоқалына. Осы кезде сырттан әлдекімнің сақылдай күлген суық күлкісі естілді. Түні бойы қотан кезген сол бір есірік күлкі тоқалдың құшағында жатқан Жанғабылды ұйқысынан сан рет шошытты. Қияспай, деді ертеңгісін төре, маған ауру жабысты білем. О не дегеніңіз, жәке? Қияспай мырзаның түні бойы сан рет шошып, дұрыс ұйықтай алмаған қуаң жүзіне шошына қарады. Мына қымызы түскірдің өзі тамағымнан әзер өтіп отыр. Кешегі қарақостан бір пәле жабыспаса нетсін. Суық су ішкендікі болар. Өңеш деген пәленің өткізбейтіні жоқ болса да, тар жер ғой түскір. Су екеш судың өзін қатты жұтса, жырып кетеді дағы. Байқаңыз, жазылып кетеді әлі. Қияспайдың басу айтқанымен көпті көңіл тынши қоймады. Төренің көңіліне ала бөтен елегізу кіргендей. Оның есіне балабақсымен кезіккен сол бір күн оралды. Оған да біраз уақыт болып қалған екен-ау. Содан бері не өзгеріп, не қойды. Інісі Байғабылдың қызы Гүлжанды байлап матап дегендей Жаншуақтың немере інісіне қосқан. Бошан болса ес-түстен айырылып ел кезіп кеткені анау. Бір кездегі тепсе темір үзетін жігіттің сұлтаны жылға жетпей жынданды да жүре берді. Сақ-сақ еткен суық күлкіден езуі бір жиылмайды. Ел іші айдын шалқар көл ғой. Несібесін содан тауып жеп жүр. Мүсәпірдің мүшкіл халін мүсіркейтіндер кеудеден итеріп көрген жоқ. Сосын тағы нендей өзгерістер. Иә, айтпақшы, Мақпал қараның үйірі боранда шығып кетіп, текенің сорына түсіп қырылып қалды. Ұрлықпен келген байлықтың майдай жағар шағы да сырт айналып бара ма қалай? Балабақсы. Ақсұр өңді, өткір жанарлы, ештеңеден тайынбас сол бір жігіт мұның Мақпалдай жұмсақ, бейжай, бейғам өмірінің астан кестеген шығарып кетті. Қысастығың көп, қиянатшылсың дейді. Екі жастың көз жасы мойныңда дейді. Ақсүйек төре тұқымының әлімсақтан бергі дәстүр салтын бұзып, есігіндегі жалшысына туған інісінің ай десе аузы, күн десе көзі бар жалғыз қызын қосып қоя берсе, қалған жұрт не демек? Жоқ бақсым, ол тілегің құлаққа кірмейді, көңілге қонбайды. Жанғабылды аштан өлмек түгілі аспаннан жай түсіп жайратып кетеді десең де бұған көнбес. Екі жасты қосқанның сауабы бар деген тағы бірдеңесін алға тартады. Олардың махаббат дегені бос сөз ғой. Бұлар баяғының Жүсіп пен Зылихасы, Ләйлі мен Мәжнүні болар ма? Бошан кім? Ол бейбақтың төреге қызметі аз еместі. Талай жыл жылқы соңында күн кешіп, үйірге үйір қоспаса, қыл-құйрықтың қарасын ортайтқан емес. Қаройға жасаған жортуылы да сәтімен үйіріле қалып еді. Тақыр қоянның аты шулы жұтында қара қосты құлатпай аман алып қалған да сол жігіттің іскерлігі. Қоянның жымын айырар әккі аңшыдай осы аймақтың бүге-шігесіне дейін жетік білетін неме жылқы малы үшін қолайлы қоныс табудан жаңылуды білмейтін. Талай түнін барымтаға арнаған бейбақтың басын ажалға тіккен сәттері қаншама. Бірақ айттың не, айтпадың не, байғұсты түлен түртіп төре қызына ұрынды. Сонысы кешірілмес күнә болды. Еңбегі еш, тұзы сор жан бұл түрлікте Бошан ғана ма? Бошан ақыры да алғашқысы да емес. Бұл сарқылып таусылмайды, тозып, үзілуді білмейтін керуеннің бір ұшығы ғана. Ендеше қиянатшы да, одан зәбір көруші де тағдыр ісі. Өмірдің шешімін тауып бере алмай жатқан бақилық бір жұмбағы да осы ғой. Төре осылайша өз өмірінің қам қарекетіне баға беріп, жанын тыншытып, ортайған көңілін сабасына түсірген салмақты бір ойға табан тіреген. Иә, бәрі жазмыштың ісі.
Қиясбай мырзаның күбірін қалт жібермей құлаққа ілген. Иә жәке, жазмыштан озмыш жоқ деп қостап қойды. Жанғабыл өңешіне жабысқан дерттен Қиясбай айтқандай тез арада ада жүде арылып кете алмады. Уақыт ұзаған сайын өңеш тұсы іштен тұтасып, ісік біліне бастады. Жас қазы мен қойдың білем құйрығын талшық етер күн де көз ұшында қалып барады. Қара сабадағы қымыз да қатқыл тиетіндей. Ендігі қорегі жас саумал ғана. Төре сонда да тірліктен күдер үзген жоқ. Қалай үзбек? Жасы жетіп жантая кетер күннен әлі алыс. Адамнан жасырса да Алладан жасырмақ жоқ. Тоқал үстіне тоқал алсам деген де ой болғаны кеше ғана. Өткен қыста қалың шұбарға шығып, аң аулап жүріп, қарауылдың қабырғалы биі Төлемістің үйінен түстенгені бар. Қыс бойы қысыр сауатын би кенже қызы Еркетайды шақыртып, меймандарға қымыз бергізген. 5 биенің сабасындай бәйбішесі отырғанда, бидің Еркетайды шақыртуы Жанғабылды да ойлантып кеткендей еді. Еркетотайлау болып өссе де, жас сұлу үлкендер алдында тал шыбықтай иіліп, ибалық танытқан. Зерен толы сары қымызды шайқалтпай баппен ұсынып отырды. Қымыз ішіліп болып жайғасқан соң Жанғабыл, алмаңыз пісіп қалыпты-ау бияға деген жымиып. Алушысы болса алмамыз дайын ғой деп кең-кең күлген Төлеміс би өз көңіліндегі ойын тұспалдап болса да жеткізген еді. Оның да көкейін тескен байлық болып шықты. Осы шіркіннің менен дәмесі барау тегінде. Ойын жасырмай айтып салды ғой деген бір ойды бидің үйінен аттанғанда мырзаның көңілге түйіп қайтқаны рас. Қанша тоқалға қосылғалы 9 жыл өтсе де бала көрмеген мырзаның Еркетайға көңілінің құлағаны да анық. Осы бір мазаң ойды бәйбіше тоқалға суыртпақтап жеткізсем деп жүргенде мына пәлеге душар болды. Байтал түгіл бас қайғының кебін киген төре үмітінің үзілер тұсы да осы дертпен орайлас келіп еді. Жас иіске жығылғыш қайран көңіл-ай десейші. Сенің де мерт болар кезіңнің жеткені ме? Төре қосым қажыны шақыртты. Үстінде қара мақпалдан тіктірген шапаны, басында ақ сәлдесі, қолында таспиғы бар ақ сақалды қызыл шырайлы қажы кіріп келгенде Жанғабыл орнынан әрең тұрды. Буын-буындарының қалтырап кеткенін сездіргісі келмегендей, қалы кілем үстінен баяу жылжып келіп, қажының қолын алды. Ептеп сырқаттанып қалды дегенді естіп, өзім де кіріп шыққалы отыр едім. Алла рақым айлап, сәлемет болып кетерсің әлақ. Ауырып тұрдың, аунап тұрдың деген ғой бұрынғылар. Қажы төрге оза берді. Жақ еті суалып, ұрты салбырап, ашу шақырғанда ақшаңдай қалар ала көздері шүңірейіп түсіп кеткен Жанғабылдың мына сыйқынан қосым түңіліп отыр. Мал арыса тулақ, адам арыса аруақ деген осы екен-ау. Бір кездегі жардай адамның 80-нің 8-іне келген өзімен иық тірестіре алмас мүшкіл халге жетіп, жанығыштай жұқарып қалғанын көрген қажы Көкжал төренің тентектігін кешіргісі бар. Осыдан 3 жыл бұрын бұған да төре сілтеген қиянаттың сойылы тигенді. Сонда хақтың үйін көріп келдің деген жоқ. Айдағаныма жүріп, айтқаныма көнесің деген доңайбат танытқан. Қажының жалғыз қызы Гүлбаданды інісі Байғабылға тоқалдыққа тізелетіп отырып алып берген. Бұлан таланға түсіп бұлқынған, анда-мында шапқылай заң қуысқан қажыны, қарауылдың қаудырлақ шалы бүлінді екен деп, қималарыңды қышытпаңдар деп, ауылдың кейбір раз емес белсенділерін ауыздықтап басып тастаған. Тіпті тілмәш ертіп, дуаннан келген заң орнының адамдарын да істің үстіне шығып қалар-ау деп қорынған жоқ. Көмейлерін тығындап, оңай құтылудың ретін келтіріп-ақ жіберген. Содан бері қажы мен төренің арасында ерімей шеменге айналып бара жатқан бір салқындық бар еді. Соны қалай жібітіп, қазақи жолмен құдандалы болып табысамыз деген әрекет төре тарапынан болған емес. Ақ сүйектігіне бағып, жаман шалдың алдына барып жығылмадым деп шалқая берген. Атағы қажы болғанмен дөңгелек қана ауқаты бар қосым да өзінің серпер шамасын барлап үнсіз қалған. Қызымды зордың күшімен әкетті деп қашанғы байбалам сала берсін.
Әліптің артын бағып, кек қайтарудың сәтін келер күндерден тілеп үнсіз жатып алған. Құдасы осынау дертке шалынды дегенді құлағы шалған күннен-ақ жайнамаз үстінде тұрып, «Уа Тәңірім, бар екенсің ғой. Қан жауғырға бір зауалдың туар шағын көріп өлсем армансызбын деуші едім» деп ширыққан. Жанғабылдың текке шақырмағанын сезіп, әдейі келгені осы. «Уа қажаға» деді Жанғабыл. Құда демей, қосеке демей, қажаға деуіне таңданса да, қажы таспиғын сыртылдатып, сыр бермей сыздап отыр. Хақтың үйін көріп, Байдоллаға қол беріп келдіңіз. Тәңірдің өз пендесіне берер жақсылығы да, көрсетер кейістігі де алдын ала жазылып қояды деседі. Сонда әр адамның тірлігінде жасар хам харекеті, жақсылығы да, жамандығы да бір Тәңірдің мойнында емес пе деген Жанғабыл қажыға сұраулы жүзбен қарады. Әлбетте төрем, пенде тірлікте не істесе де жазмыштың сызуынан асып кетпек емес. Ендеше менің де осы ғұмырымдағы харекеттерімнің бәріне Тәңірдің өзі ортақ екен-ау. Тек олай демегін. Әр нәрсенің шегі бар. Тәңірім көрсін деп көз, жүрсін деп аяқ бергенде жақсылықты көріп білсін деген. Бірақ адам көбіне харам нәрселерді көріп күнәға батады. Сол сияқты жақсы істерге қадам жасаудың орнына қысастыққа, қиянатқа, зұлымдыққа қадам жасайды. Әркімге берілген өңеш те ойына келгенді қылғыта берсін деп берілмеген. Оны ұғынбай шектен шыққан әрбір харекет харам, күнәһарлық жолы болып шықпақ. Жанғабыл осыдан бірер күн бұрын қалай топшылап еді. Істеген ісімнің бәрі менің еркімнен тыс жасалған, Тәңірдің бұйрығымен болған деген жоқ па? Хақтың үйін көріп келген қажағасының сөзіне келсе, Алласы жаратуын жаратып, бұйыруын бұйырса да, түптеп келгенде күнәһарларды жазалауда аяушылыққа бармайды екен. Көңіл көншітер ойының шетінеп бара жатқанынан төре шошынғандай әсерде еді. Әділдік қайда қажаға? Алла өзі пенде етіп жаратады екен. Тірлігінде өз бұйрығымен нелер қылмысқа итермелейді екен. Өлген соң тамұқ деген пәлесіне салып шыжғыруы қалай? Тәңірім ойласын деп ми, сезсін деп сезім, түсінсін деп зерде берген. Осының бәрін өз кәдесіне дұрыс жаратпағандар қылмысқа барады да күнәһар атанады деген қосым қажы қымыздан босаған ыдысты сырып қойып бетін сипады. Үнсіз қалған Жанғабыл әңгіме арнасын басқа бағытқа бұрды. Қажаға, байқаймын мына дерттің беті жаман. Өзекті жанға бір өлім ғой. Әйтсе де, адам ажал төбесі көрінбей мәңгілік өлместей болып, дүниені жалпағынан басып жүре бергісі келетіні несі екен? Мен де сол әуенмен жүрген пенденің бірі екенмін. Өзіңізден кешулік сұрағалы отырмын. Қажаға, осыдан бірер жыл бұрын жалғызыңыздан айырып, жаныңызды жаралап едім. Жұрт қатарлы құдандалы ағайын болып табыса да алмай барамыз. Соның бәрін екшей берсең, пендешіліктің көкірекке нан пісірткен менмендік екен. Қажаға, Құдайға шүкір, балаңыз қор кем болған жоқ. Төренің бір үйін билеп отыр. Иә төрем, еш кеткеннен кеш жеткенге салауат айтудан басқа бізде не қалды дейсің? Қосым таспиғын сыртылдата санап, сазарып отырған қалпынан жазбады. Қажаға, төре тұқымына деген ашуыңыздың тарқар шағы болғанда шығар-ау. Бір аяғым көрде, бір аяғым жерде тұрған тайталаста маған деген өкпе ренішіңізді арқалап кеткім келмейді. Алла атымен сұраймын, кешулік етіңізде, Тәңірден 5 уақыт намазыңызда біз пақырға назарыңызды бөліп, Тәңір жақсылығын тілегейсіз. Енді бізге иман сұраудан басқа не қалды? Мына шіркін иманды сатулы дүние деймекен? Қажы тіксініп қалды. Осы сәтте, «Уа Қияспай, бармысың?» деген төренің даусы қарлығыңқы шықты. Сықырлай ашылған есіктен Қияспай көрінді. Манағы алдыртқан босқасқа биені құлынымен қажағаның босағасына апарып байлаттыр. Жә Жанғабыл, мұнша бүлінуіңе қарағанда Тәңірді есіңе енді алайын деген екенсің. Оған да шүкіршілік.
Бірақ менің кешулігім Алланың иманын бозқасқа биемен сатып аламын дегенің бекершілік болған. Қажы ұзын шапанының етегін қағып орнынан тұра берді. Қосеке, сәл сабыр етсеңіз етті, бөгелсеңіз етті. Бірақ қосым сәл аялдаса, төренің бозқасқа биесіне алданып, Алласының ұсынып тұрған иманын тым арзанға сатып жіберуден қорыққан жандай бөгелместен қақшаңдай басып шығып кетті. Япырмай, жүрегін еткен тас еді, илікпей кетті-ау. Зығырданын қайнатқан ашудан булығып, қара терге малшынып жатқан Жанғабылдың көңілі мүлдем бәсең тартып ортайып қалды. Әттең дәурен, күнім өткен екен. Қақшаңдаған мына қу тұқыл да сөзіме құлақ аспай кетті-ау. Алланың иманы осының қолында тұрса да, о несей сонша. Ол тағы да өткен күндеріне, базарлы бозбалалық шағына көңіл көзін құлата берді. Осыдан тура 25 жыл бұрын қандай еді? Қылыштай қиғыр, алғанынан қайтпайтын, айтқанын істеттірмей қоймайтын алымды да шалымды шақ еді-ау. Бірде қоянды жәрмеңкесіне бара жатқан жолда қалың керейдің аулын сүзе отырып, сүбелі байлардың бірінің үйіне қона қалғаны бар. Соңынан бір топ нөкер ертіп, жас төренің назары байдың оң жақта отырған қызына ауған. Түнде ретін тауып қыз отауына енген. Көрпесін қымтап алған жас қыз төре екенсің деген жоқ. Күміс қақтаған шашақты шақшасынан көк бұйра насыбай атып, шырт-шырт түкіріп тұрған мұны маңына жолатпады. Өктемдік танытып, өрекпіген жігіттің алған бетінен қайтпасын сезді ме, болмаса ынтыға қалған қызба қылығын күйді-сүйдіге санады ма, көрпе ішіндегі қыз біраздан соң «Шартым бар мырза» деп мәмілеге шақырған. Бұл шартың болса айт деген. Түн қызығын бірге бөлісем десең, насыбай атуды қойдым деп ант іш. Әйтпесе насыбай сасыған жігіттерді суқаным сүймейді дегенді назға бергісіз еркелікпен жеткізген. Сенімен өткізер жарты түннің қызығына бола, бала күннен серіктесім Насыбайды тастай алмаспын деген Жанғабыл. Көрпе ішінде сарымайдай толықсып жатқан қызға қарамастан сырт айналып жүре берді. Жүре берсе де көңіліне «Сен қызды жер соқтырмасам, Жанғабыл атым құрсын» деген серт түйіп кеткен. Сол сертін орындау үшін шілделі жазда бір сұмдық іске қадам басқан. Қасына өзі сияқты тентек, сотқар 10 шақты жігіт ертіп, суыт аттанған. Қыз ауылының тұсына қоналқылай жүріп, ауыл қыздарының аққайыңды қолтықтағы айдын көлге суға түсер мезгілін аңдыған. 2 күннен соң жігіттер ауылдан бермен қарай шыққан бір топ қызды байқаған. Әне-міне дегенше қыздар да көл шетіне келіп шешіне бастаған. Қамыс арасында баспалап тұрғандар иықтарынан құлаған қолаң шаштары тарқатылып барып, балтырларына оралған балғын денелі жас сұлуларды көргенде дегбірсізденіп-ақ кетіп еді. Езуінен аққан сілекейін жиып алуды ұмытып, есі шыға ежірейе қалған таңқы мұрын шұбар жігіттің бүйірінен нұқып қалған Жанғабыл: «Әй, сумұрын, қалай екен мыналар? Есің шығып кетті ғой тегі» деп селкілдеп күлді де сыбырлап: «Ал, дайындалыңдар. Қыздар суды жалдап бермен қарай жүзгенде-ақ лап қоямыз. Мен анау үкілі тақиясын шешіп жатқан аққу қызды ілемін. Қалғандарың өздерің таңдаңдар» деп нұсқау берген. Ойларында еш күдігі жоқ қыздар бір-біріне су шашысып, мәз болысқан қалпы көлге түсе бастады. Осы сәтте оң қапталдағы қалың қамыс ішінен қиқуласқан бір топ салт атты лап қойысқан. Ат тізесіне жетпес жайдақ суды қақ жарыса қаптаған топ, үрейлері ұшып, бет ауған жаққа ұмтылыса жүгіріскен қыздарды қуалай кетіп, бірнешеуін ат алдына өңгеріп те қалып еді. Жанғабыл болса, жағаға шықса құтылмасын сезіп, көлдің терең айдынына қарай құлаш ұрып, жүзе жөнелген қыздан айырылып қалмас үшін барын салып атын сауырлата осып-осып жіберді. Ақ білектері ақ тозаң болып шашыраған су тамшыларына көміле бұлқынған балғын қызды ендігі жерде алдына өңгеріп үлгерген Жанғабыл тоқты тартқан аш бөрідей жалт бұрылып, қамысты жағалауды бетке алып шаба жөнелді.
Есеңгіреп барып есін жиған қыз өзінің қамыс ішінде анадан жаңа туғандай тұттай жалаңаш күйде жатқанын көрді. Іш көйлегі қоғаның басында желбірейді. Қоғасы жапырылып қалған үй орнындай мына жерге жаңағы бір сәтте болған сұмдықтың куәсіміз дегендей үкілі қамыс бастары иіле түсіп сыбдыр-сыбдыр етеді. Қыз жанары анадай жерде жатқан күміс қақтаған шашақты шақшаға түсті. Жігіт алысып жүріп түсіріп алса керек. Қыздың бойы қалтырап кетті. Жортқанда жолың болмағыр. Сол бір түнде ақ отауға баса көктеп кіріп келген еді ғой. Қызға келдім деген жоқ. Күміс шақшасын көк сауырлы етігінің өкшесіне қағып тастап насыбай атып тұрған бойы еңкіштеу тартқан ала көзді ақ сұр жігіт есіне түсті. Иә, соның тап өзі. Мына күміс қақтаған шақшаны соның қолынан көрген. Жауыз деп қыз талықсып кетті. Иә, Жанғабыл ойына нені алса, соны орындап, неге тәуекел етсе, соны болдырмай қоймаған түздің көк бөрісі еді. Түрікпеннің түбінде арыстанның аузында деген түсінік ол үшін болып көрген емес. Бәрі оңай. Ожарлығы басым озбыр көңіл өмірден ойға келгеннің бәрін алуға, ақыл айлаға көнбесе тізелетіп соқтырып алуға бейім бір беткейтін. Есейіп ел таныған шағында сол ожарлық құрыққа сырық жалғар қулықпен қосылып, жымын білдірмес сұрқиялыққа ойысқан. Бертін келе өз әрекетінің бәрі де заңды. Солай болуға тиіс деген тұжырым тиянаққа табан тіреп, өз дегені болмаса, өзгенің пікірін құлаққа ілуден қалған. Сол менмен көңіл бұл шіркінді пендешіліктің тым тәкаппар биігіне шығандатып ақ жіберген еді. Өлім, ол не? Жоқ, мені онымен үркіте алмайсың. Мені әлгі шал тірі өлікке санап кетті ғой шамасы. Жоқ, Жанғабыл жерге кетіп бара жатса да бөрілігін істеп кетер. Кердеңдеген екенсің, желігіңді әлі ақ басармын. Аяғыма өзің келіп жығыларсың. Жалғасы бар.